Ассаляму-алейкум. Бұл видеода сіздермен дәл осындай лорик жіппен, яғни металлизированный жіппен осындай кестелеудің түрін үйренетін боламыз. Бұл жіппен жұмыс істеу қиын емес. Бірнеше қағидаларын білетін болсаңыз, сіздің жұмысыңыз жеңіл әрі тез өтетін болады. Ал келесі видеоларда сіздермен құрақтың басқа да лайфхактармен бөлісетін боламын. Сол себепті каналға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыз. Бұл жіп бізде тігіп жатқан кезде осылай жиналып, боратылып қалатын әдеті бар. Бұл бізде натиженияға кері әсерін тигізеді, яғни тігісіңіз түзу емес, және де дәл осындай болып, бір жақ шеттері жиналып, астындағы жібін шайнайтын болады. Жібіміз осылай бұратылып жиналмау үшін біз жай ғана осындай пенопласттың кішкентай кусочегін пайдаланатын боламыз. Ол үшін бізде обычный инеміз, қарапайым инемізден осы жіптен өткізіп аламыз. Өткізгеннен кейін осы пенопластымыздың ортасынан өткіздік. Мінекей, енді біздің жібіміз бұралмайтын болады. Енді машинкамызға заправка жасасақ болады. Машинкаға заправка жасаған кезде дәл осы қосымша катушканың тесігінен өткіземіз. Бұл бізде үлкен катушка. Сол себепті осылай қоямыз, ал мына пенопластымыз осы жерде тұрады. Осының көмегімен біздің жібіміз бұралмайтын болады. Ары қарай жіптің заправкасы как обычно, әдеттегідей заправка жасап аламыз. Енді машинкамыздың настройкасы бұл менде зигзаг эсте тұрады. Мінекей ең үлкеннен 3-тен 10-ға қарай жүрдім. Ширина шага менде 0 мен 1-дің орталығында. Ал натяжение нити 0-де тұрады. Ешқандай натяжениесі тігетін боламыз. Сіз оны жай ғана осындай лоскут мат аласыз да, өзіңізге қажетті, өзіңізге ұнайтын ширина мен длинаға қоясыз. Соның барлығын ескеріп отырып, өзіңізге қажет деп аласыз. Енді бисмиллах деп тігіп бастаймыз. Мінекей біздің элементіміз дайын болды. Бұдан да басқа құрақтың лайфхактарын үйренгіңіз келсе, каналға тіркеліңіз. Егер де түсініксіз жерлер болса, комментарийға қалдыруыңызға болады. Міндетті түрде жауап беремін.